WhatsApp қош келдіңіздер. Біз әдеттегідей өзіміздің мотивациялық сөздерімізді ары қарай жалғастырамыз. Енді өткен бірінші бөлімде сіздер білесіздер, біз сын айту дұрыс па деген тақырыпта әңгіме қозғаған болатынбыз. Сол кезде WhatsApp әлеуметтік желісіне, одан кейін өзіме былай жеке шығып та, хабарласып та, яғни сын айтпаса адам қалай түзеледі, сынды міндетті түрде айту керек қой деген сияқты біраз әңгімелер болған болады. Енді бүгінгі бөлімде біз сынды жеткізудің амалдарын қарастыратын боламыз. Яғни сынды қалай жеткізуге болады? Мен сіздерге қазір екі амалын айтамын, бірақ қай амалды таңдайсыз, әрине ол өзіңіздің еркіңізде. Яғни сынды жеткізудің бірінші жолы біз міндетті түрде адамның ең жақсы қасиетін айтуымыз керек. Сонда сынды еститін адам жақсы қабылдайтын болады. Ал екінші жолы, егер біз адамға жалпылама өзіміздің кемшіліктерімізді айтып барып сынды жеткізетін болсақ, ол да бір адамға жақсы әсер етеді. Енді өзімнің оқыған кітаптарының ішінен сіздерге осы сын айтуға байланысты біраз ақпараттар бере өтейін. Олай болса, адамдарды жазғырудың орнына оларды түсінуге тырысайық. Олардың қандай да бір қадамға неге барғанының себебін біліп көрейік. Сынға қарағанда оның пайдасы көбірек болмақ. Ал бұл өз кезегінде жанашырлыққа, төзімділікке және қайырымдылыққа бастайды. Бәрін білу дегеніміз, бәрін кешіру деген сөз. Доктор Джонсон былай деген еді: Құдайдың өзі адам о дүниелік болғанға дейін оны жазылудан аулақ болуға шақырады. Олай болса, сіз бен біз неге енді сынауға құмармыз? Яғни, егер бұл сөзге мән беретін болсаңыздар, қандай тамаша сөз. Келесі сіздерге тағы да бір осындай кітаптан үзінділерді оқып берейін. Мақтаудан кейін сын есту әдетте айтарлықтай ауыр тимейді. Мақтау тіс дәрігерінің тәжірибесіне сүйеніп айтар болсақ, новокаин іспеттес. Пациенттің тісін емдеу үшін дәрігер алдымен тістің ауруы басып алады. Яғни Дейл Карнегидан көшбасшы бөліміндегі бірінші қағидаға назар аударатын болсақ, жұмысты мақтау мен шынайы көтермелеуден бастаңыз. Яғни сынды жеткізудің екі амалын сіздерге қарастырып айтып бердік, бірақ сіз қай амалды өмірде қолданасыз, әрине ол өзіңіздің еркіңізде. Ал сіз адамға сын айтқан кезде қандай қағидадан ұстанасыз? Міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Ойларыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.